Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін контентімізде жалпы Сапа Пласт компаниясы қалай монтаж жасайды, монтаждағы нюанстарды түсіндіретін боламын. Қалай монтаж жасалу керек, қандай монтаж жасалған кезде сапалы терезе шығады деген сияқты. Терезе орнатқан кезде оның сборкасына мән беру керек, одан кейін монтажына мән беру керек. Сол екеуі дұрыс болатын болса, кереметтей терезе болып шығады. Жалпы үйіңізге кереметтей терезе орнатылады. Осы видеоның соңына дейін қарайтын болсаңыз, сізде түсінік қалыптасады жалпы. Қалай монтаж кезінде неге көңіл бөлу керек екен деген сияқты. Сол себепті соңына дейін қараңыздар, біздің каналымызға жазылыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Достар, профильдерді кішігірім информация беріп кетейін. Жалпы көп тұрған профильдарымыз Funke компаниясының пятикамерный 70 серия профиль, ширина профиль 70 серия 70 мм болады жалпы. 5 камерасы бар, ішіне 1/5 металл салынады, рама створкаға, импасқа 2 мм салынады. Постоянно айтайтыным, жалпы терезе таңдаған кезде оның металлына көңіл бөліңіздер. Металл сапалы болу керек. Сапалы металл салсаңыз, сапалы терезе шығады деген сияқты. И фурнитурасында сапалы салуға тырысыңыздар. Бұл жерде цвет антрацит двухсторонний, іші де сырты да деген сияқты. Фурнитурамыз немецкий, бүкілі немецкий качествода. Жоғарыға да ашыла береді деген сияқты. Жалпы монтаж қазір орнатып біттік. Бұл жерде бір бөлмеде 3 терезе болғандықтан лазермен аттық полностью, чтобы бірдей шықсын деген сияқты. Жалпы қолдарыңызға үреймен болатын болса, үреймен тексеруге болады. Мысалы, монтаж кезінде көрсетейін жалпы. Үреймендерін қойып, дұрыстап тексеріп аласыздар. Болмаса, монтаж жасаған жігіттер осылай тексеріп көрсету керек. Мысалы, бүкіл терезені. Мысалы, ширина осылай мен ортасына тұру керек. Үрейменде тұр. Одан кейін по высоты былай тексересіз. Мысалы, бұл да ортада тұр дәл. Одан кейін уже жанынан. Бұл жан деген оңға солға мысалы дұрыс тұрма деген сияқты. Осындай үреймендерін тексересіз, қарапайым нәрселер негізі. И открываниясын тексересіз, жалпы стеклопакет салғаннан кейін растан қошқысыз дұрыс болды ма, мысалы ашылып жабылуы дұрыс па деген сияқты. Соны тексеріп аласыздар. И бітті. Одан кейін жалпы бұл жерде біз поставочный профиль орнатып жатырмыз. Поставочный профильдің ерекшеліктерін алдында айтқан болатын жалпы. Бұл жерде поставочный профиль болатын болса, подоконниктарны да емін-еркін шығарып алып деген сияқты қалған кезіңізде. Ол жерде мына жерде шуруппен қатырылмайды. Тек поставочный профиль мына жерге 2 см кіріледі профильға. И астына үреймен қойып, пеналап, полностью осылай жауып беріп кетеміз. Жалпы біз өзіміз монтаж жасаған кезде. Жалпы келесі бөлмені көрсетейін. Эркер дейді ғой, мысалы бір жерде тұрған 3 терезе. Соны қалай қойып жатқанымызды көрсетейін. Жалпы бұл жерде неді? Бір бөлмеде 3 терезе тұр, эркердің терезелер. Бұған обязательно негізі лазермен қолданған дұрыс екен. Мысалы, бір дейді, мысалы, по высоте, мысалы, высоталары әртүрлі болып кетпейді. Бір бөлмеде болады. Сол себепті осындай қазір таңда даму үстеміз. Мысалы, жаңа не нәрсе бар, жаңа не нәрсе шығып жатыр, соның бәрін зерттеп, үйреніп, соны қолданысқа асырып жатырмыз қазір таңда. Лазермен атып жатырмыз, өзіміздің специальный монтаж кезінде қолданатын осындай специальный Стройкс компаниясының өйгілік жасайтын мысалы. Астына, үстіне, жанына деген сияқты. Осындай кереметтей нәрселеріміз бар. И клиниктер қолданады специально өзінің мысалы астына қойылады. Клиник деген жалпы монтаж кезінде үрейменді шығару үшін өте керемет нәрсе. Алда мысалы қолданбайтын кісілер болса, монтаж кезінде осындай қолдансаңыздар, нұр үстіне нұр, и оның үстіне жұмыстарыңыз да жылдам болады. Мысалы, мына полны қойып шығасыздар, үреймен деген сияқты. Жалпы осы критериялар, жалпы осылай монтаж жасаймыз. Процессті алдағы уақытта көретін боласыздар, жігіттер қалай жұмыс жасайды бізде, қалай монтаж жасайды деген сияқты.